Сәлем, каналдың тұрақты көрермендері, каналға қош келдіңіздер. Влогты бастамас бұрын каналыма жазылып, лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Мен үшін өте маңызды. Бізде жаңа күн басталды. Бүгін өте тамаша күн болайын деп тұр. Міне бізде терезеден осындай әдемі көрінеді, бірақ бұл жерде көп үйлерде ешкім тұрмайды. Міне осындай әдемі вид көрінеді. Өте таза ауа. Негізі біз ауылда тұрамыз. Баламды тұрғызып алып, бүгін бір жаққа барамын. Сол барған жерімді сіздерге осы видеода көрсетемін. Ең бірінші біз AirPods'ты зарядтап аламыз. AirPods'ты зарядтап қойып толтырып аламыз. Маған AirPods ұнап қалды. Өте ыңғайлы. Бір қуаттап алсаң ұзаққа жетеді екен. Сондықтан бір рет зарядка жасап алуымыз керек. Таң атпай мен осындай вафли пісірдім. Бұл жерде вафлилер дайын емес, но бірақ дастарханға әдемілеп қойдым. Міне мен пісірген вафлилерім. Бетіне шоколадпен банан, панкейки бар еще. Таңертең біз жолдасым жұмысқа кетеді, сол жолдасыммен бірге шықтым. Негізі жолдасымда машина бар тұғын, білмеймін неге жаяу жүргенін өзіне ұнайды. Мінекей жолдасым деймі. Мен таксиге отырып, дальше өзімнің жұмыстарыммен ары қарай шықтым. Таксиде әдемі музыка қойып тұр екен. Дальше мен өзім жұмыстарыммен осы жерден түсіп қалдым. Алдымен мына бір апай түсіп алыпты. Көйлек әдемі екен дейді. Осылай мен өзім баратын жеріме бардым. Базарға бардым ең бірінші. Базардың вайбын сіздерге көрсетейін. Базардан ештеңе алмадым, осылай бәрін қарап кеттім. Алатын болсаң бәрін ала бересің негізі. Жай ғана қарап өтпесең, бізде Шымкент жақта алмайтын нәрсеңді алдырып жібереді осы. Көре салың, мына жерін бүйте салың деп кетеді. Аптека бар екен. Мына жерде адамдар дүниелік телефон тығып көрсетіп жүрмін ғой. Бәрі бір түрлі қарайды телефонмен жүрсем. Мына жақта әдемі көйлектер бар екен. Сұрайын дедім, бірақ сұрасам уже алып қалатынымды білдім де, сұрамай кеттім. Мына жақта көйлектер сатып жатыр бізде. Мына жерде тағы да телефон ұялып тығып тұрмын ғой. Адамдар жаман қарап өтеді ше. Ондай өтпейді. Просто так өтіп кете берсе болады. Жаман қарап, көздерімен ана түсіріп дегендей қарайды. Сол үшін может бірінші рет түсірген ма білмеймін, адамдардың несі эмоциясы біртүрлі көрінді өзіміз бірден. Мінекей бізде кішігірім базар, бұл мына жерде самса сатады. Мына жақта орамалдар сатып жатыр, топ сатып жатыр. Әйтеуір бәрі бірдеңкемен айналысып жатыр. Мына жақта нан сатып жатыр. Арғы жағында түзу жүре берсек, бізде базар ұзын базар кесе береді. Үлкен базар емес, шағын базарда. Өзіміз базар деп айтамыз әйтеуір. Жақта огурцы, помидорлардың бағалар кәдімгі түсіп қалды. Клубника бар екен мына жақта. Мен бүгіндікке клубниканы почти барлық жерден кездесіп, бірақ бағасы сәл қымбат екен. 1000 теңгеден дейді. Өзіме қымбат болды. Мына жақта ет сатып жатыр, ет павильондары. Ет сатып жатыр. Свежий, персик, банан, помидор, огурцы. В общем, фруктының барлығы бар екен. Ештеңе алмай өтіп кеттім. Мына бар екен. Клубникалардың түрлері де өте күшті екен. Көйлектер әдемі, көйлектер бар екен. Мен уақытым тығыз болғандықтан осылай тез бір шолып өттім барлығын. Бірақ клубникалардың енді түрлері күшті екен, бірақ
қазір местный клубникалар дейді, но жеп көрмедім. Жеп көр деп біреуін ұсынып еді, жолмаған болғандықтан жеуге қорықтым дейді. Кейбіреулерін қарап алмасаң көгергендері шығады. Сондықтан клубник алған кезде ақшаға сатып алғаннан кейін бәрін қарап шығу керек. Қазір опасный. Мына жерде уже көшеттер, гүл ұрықтары. Білмеймін, әйтеуір базарда не сатып жатыр, не болып жатыр, бәрін түсірдім. Видео ұзақ болсын деген оймен. Мынау қандай гүлдер екенін білмеймін. Осы жерде де адамдар біртүрлі қаратына. Бір қазір сатушыдан көз сұраған едім, телефон көрсетіп тұрып. Сөйтсем ана сатушым сөйтіп біртүрлі қарайды. Ол кісіден бір гүл алам ба деген едім. Гүл алмай өтіп кеттім сол кезде. Гүлдерді әкеп жатыр. Мінекей осы сатушыдан мен осы жапырақ гүлді алғым келген, бағасын сұрап жатырмын. Білмеймін, біртүрлі қарап әйтеуір алмай кетіп қалдым сол үшін. Егер сатушылар көріп отырсаңыздар, клиентпен сәл жақсы қарым-қатынаста болсаңыздар, вежливый болу керек та, я деп біртүрлі қарады әйтеуір. Сондықтан алмай кетіп қалдым. Мына жақтарда гүл ұрықтар, гүлдер. Бағаларын сұрамадым, сұрасақ болды, уже ол жердегілер алғызып жібереді, алмасаң болмайды дегендей. Сондықтан мейлінше сұрамай өтіп кеттім. Мінекей осындай гүлдер. Маған осы гүл ұнады. Пионы дейді. Азық түсіріп ғой. Мына жақта конфеттер. Суға фруктылар. Бізде аралас, өйткені кішкентай ғана базар. Барлығы бір жерде әйтеуір неше түрлі нәрсе сатып отқан түсінбейсің. Мына жерде адамдар бұтыры қарағаннан кейін ұялып түсіріп жүрді. Клубника қанша да? Клубника мына. Ұрықтар сатып жатыр. Ең көп осы базардан көрген клубникалар шығар. Мына жақта клубника. Базардан шығып мен киімдер базарына өттім киім алуға. Ұзан бір күшті базар болатын. Бірақ барлығын алып тастап осындай парковка істеп қойыпты. Машиналар тұратын, өйткені машиналар көшеде сыймай кетті. Базардың жартысы кетіп қойған ғой. Кішірейіп қалған базарлар. Бәрі бутиктерге ауысып кеткен. Бутиктерде енді бұрын базардың несі сияқты болмайды. Қымбат болады сәл. Мына жақта орамалдар сатады. Бәрін болмайды. Асығыс түсіріп шықтым. Дальше базардан шығып, басқа жақтарды көріп шықтым. Мороженое шықтым. Разливный мороженое сататын жер бар екен осы жерде. Соны көріп осы жаққа келе жатырмын. Так, әдемі екен сыртым. Бірақ сұрап едім, дайын болмады дейді. Өтіп кеттім, кейін бағалар мінекей. Өтіп көбіміз ойлап жатқан жарыстар тегі бір арзан жерді іздеп дегендей. Енді кішкентай заттарға өйтіп көп қымбат ақша құртудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына жақтан көрейік. Жақтардан выпечкалар сатады екен. Заказға істейді көбінесе. Мен өзімнің тамақ ішуім дедім. Чаймен қансамадым. Өзіме тандырмасам сәл өз асығыс үйдегі тамақ өзім тамақ ішуім келмедім. Жыланат ішті. Мына жақта көліктер бізде азат де үлкен емес бәрі жайлап біздің. Келесі видеода мен Шымкенттің үлкен базарын көрсетемін. Осы үшін менің каналыма жазылыңыздар. Алда неше түрлі қызықты жерлерге барамыз. Каналды енді бастап жатқандықтан
өзім жақын жерден жердегі базарды көрсетіп жатырмын. Алла қаласа Шымкентте үлкен базар көп, соларды көрсетемін. Алла қаласа жазда пикникке шығамыз, басқа қалаға барамыз, солардың барлығын влог ретінде түсіріп бастаймын. Бұл бірінші видео болғандықтан артық кейін минус жерлері көп қой енді бұл жерде. Сол үшін жақсы қабыл алыңыздар дейді. Мен бұл жерде постаматтан заказ бергем SPF-пен. Соны алуға келдім. Мінекей 2 затын ғана келді. Мен 8 зат бергенмін, қалғаным кейін келеді. Мына жерде тағы мороженый затын жер тауып алдым. Бұл жерде де болады. Енді тайм болып жатыр еді. Светуш болды дейді. Сол үшін тағы да бір мороженый сататын жерге іздеп кеттім. Негізі жолдан өтіп бара жатқандықтан сұрай саламын. Жер асты жолмен өтіп, келесі киім алатын жерге баруым керек. Осылай видеодағыдай барлығы тез болып кетсе күшті ғой. Бірақ барлығы бірден болып кетсе де болмайды. Біріне ешқандай қызық алмай қалады деген сияқты. Өзім киім алатын жерге келдім, балаларға киім алайын деп. İçinde көп киім бар екен, бірақ балаларға арналған ойындағы киімдер шықпады. Көбінесе қыстық киімдер екен. Жаздық киімдер мүлдем жоқ екен. Мысалы мына жерде киімдер қыстық аяқ киімдер қазір енді сезон емес қой, алып тастау керек сияқты. Бұл жерде киім ғана емес, ыдыс-аяқ, хозяйственный товарлар, детский киімдер, бірақ детский киімдер жаңа айтып өткендей барлығы қыстың тағы бір-екі жерге барып, заттарымды алып, үйіме қайтып бара жатырмын. Клубника қаншада? 1000 теңге іштәлісі. Черный призындамы бар. Клубнилар сатып жатыр екен. 850 теңгеден. Мына жерде тағы сататын жер бар екен. Осы жерде сүріндер, сүріндер, ұйықтап жатқан камерамды көп қойып қойғандықтан біздер күшті реакциялар көрсетіп жатыр. Мына жерде байқасаңыздар болады. Так, бұл жерде мен енді өзім SPF алғам. Каспийдан суын ашып көрсеттім. Так, екінші затымды ел көрсетіп жатқанда қасым бір крем деп видеоды өшіре салды. Осымен ауылға қайтып жатырмын.